Кеш жарық, құрметті ата-аналар. Бүгінгі күні біз сіздермен бірге мына қазақ ертегілерінің ішінен балаларға арналған ертегі оқимын. Әсіресе бұл ата-аналардың құлағын алтын сырға кімде бастауыш сынып оқушылары бар. Баланың қазақ тілін не деген ынтасын дамыту үшін бұл ертегіні балалар өте жақсы көреді. Ертегінің аты Мақтағыз бен мысық. Бұл екеуі де дос болып жүреді. Мақтағыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді, қыз айтады: келмесең келме деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп: неге шақырдың деп сұрайды. Мақтағыз айтпайды. Сонан соң мысыққа: ендеше қатығыңды төгем дейді. Мақтағыз: мен құйрығыңды кесіп аламын дейді. Мысық қатақты төгеді. Мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық: апа, құйрығымды берші дейді. Мақтағыз: менің қатығымды төле дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Сиыр: менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеп берші дейді. Мысық ағашқа барып: ағаш, жапырағыңды берші дейді. Ағаш: мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңіздерші дейді. Қыздар оған: бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкенге барады. Әй дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші: маған жұмыртқа бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауықтар: бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық енді не қылам деп бара жатса, бірі ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды көріп, оған бас салады. Жаның барында айт, үйіңде не бар дейді. Тышқан қорыққаннан: үйімде бір табақ тары бар дейді. Мысық: маған бір уыс тары бер дейді. Тышқан үйіне барып бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарын апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырақ береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып Мақтағызға береді. Мақтағыз мысықтың құйрығын қайтарып береді. Мінекей, бұл ежелден, ертеден келатқан Мақтағыз бен мысық деген ертегі. Өте оңай. Балаларға еске сақтауға да оңай. Тілін сындыруға да жақсы. Тілін сындыру деген қазақша осы ертегінің мазмұнын айтып беру. Мазмұнын сұрап: кәнекей, балам айтшы, мысық ағаштан не сұрады деген сұрақ қоюға болады. Сол сұрақты қойған кезде жапырақ дейді бала. Жапырақ ағашқа қай кезде бітеді? Әрине, оны бала дүниетану оқулығымен байланыстырып айту керек. Бірінші адам топыраққа тұқым егеді. Тұқымнан кейін өркен шығады. Өркеннен кейін алғашқы жапырақ шығады. Жапырақтан кейін гүл, гүлден кейін жеміс. Осының бәрін сіз түсіндіріп берсеңіз, сіздің балаңыз да риза, өзіңіз де риза. Қазақ тілі де бізде әрі қарай дами береді. Мен ойлаймын, құрметті ата-аналар мен балалар, сіздерге ертегі ұнады ғой деп, бүгінгі ертегі өте есте сақтауға өте оңай. Сондықтан мен сіздерге бүгінгі күні қайырлы түн дей отырып, келесі кездескенше аман есен болайық. Жүректің лүпілін басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің осы менің ертегіні оқығаныма орай пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.